Сәлеметсіздер ме достар, арнаға қош келдіңіздер. Суық тигізгенде ит мұрын жемісін ішсеңіз, тез сауығып кетуіңізге көмектеседі. Сонымен қатар қан аздықта, қан айналымды қалпына келтіруде және бүйректі тас болса, немесе әйелдердегі қан кету кезінде ит мұрын қайнатпасы көмектесе алады. Сіздермен бірге денсаулыққа кеңес арнасы. Құрметті оқырман, біздің арнамызды 79% тіркелусіз қарайды екен. Егерде сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Қазақша контенттің дамуына атсалысыңыз. Ит мұрын бағалы дәрумендерге өте бай жеміс. Одан дайындалған дәрі-дәрмек медицинада асқазан және бауыр ауруларын емдеуге қолданады. Ал гүлдерін шайдың орнына пайдалануға болады. С дәруменіне бай жемісті емдік дәрі ретінде әрі дәрумен түрінде көптеген 100 жылдықтан бері кәдеге жаратып келеді. Оны тибеттік медицинада қолданған. Шығыста ит мұрынды аса жоғары бағалап, оның адамның күш-қуатын жоғарылатып, көңіл күйін көтеретін, әдемілік пен денсаулықты арттыратын қасиетке ие екенін айтады. Назарларыңызға ит мұрынның емдік қасиеті жөнінде ақпарат ұсынамыз. Ит мұрынның тек бір бөлігін пайдаланбай, тамырынан бастап жапырағын, гүлін, жемісін де емдік дәрі ретінде қолданады. Өсімдіктен түрлі шәрбаттар, тұнбалар, қайнатпалар және шипалы өсімдік майын дайындайды. Сонымен қатар, халық медицинасында бауыр мен өт қабынғанда, әсіресе қуық қабынғанда, яғни простатит ауруында, сонымен қоса жүрек ауруларында, туберкулезге шалдыққанда арнайы қабылдайды. Ит мұрын жемісінің 10-15 грамын күніне 1 рет, ал тұнбасын күніне 3 рет жарты стақаннан ішіп отыру қажет. Ит мұрынның жаңа піскенінен тосап қайнатып кофеге ұқсас азықтар дайындауға болады. Мұндай тосаптарды ыдысқа құйып қараңғы жерде әрі салқын жерде сақтау керек. Ит мұрын тұнбасын дайындау үшін оның кептірілген жемісін пайдаланады. Дайындалған тұнбаны дер кезінде, яғни қайнатылған соң бірден ішу қажет. Оны ұзақ сақтаудың қажеті жоқ. Ит мұрынның қайнатпасының пайдасы: оны дайындау үшін 1 кило кептірілген жемісін 1 литр суда қойылғанша қайнатып, сүзгіден сүзіп, дәміне қарай қант пен лимон қышқылын қосуға болады. Дайын болған тәтті қоймалжыңды су құйылған ыдысқа салып тағы біраз қайнатады. Осындай тәсілмен қайнап шыққан қоймалжың сұйықтықты тыныс алу жолдарын суықтағанда, суық тигенде ішсеңіз тез айығуға көмектеседі. Сонымен қатар, ота жасатқаннан кейін қан аздықта және қан айналымды қалыпқа келтіруде осы өсімдіктің жаңа піскен жемістерінен тұнба дайындап ішсе, пайдасы өте мол. Қайнатылған тұнбаны 1 стақанын күн сайын ішіп отыру қажет. Асқазан қыжылы мен бүйректе тас болса, немесе әйелдердегі қан кету кезінде ит мұрын қайнатпасы көмектесе алады. Ит мұрын дайындалған осындай тұнбалар мен шайларды үзбей ішіп отырған жөн, және адамның бойындағы иммунитет көтереді. Сонымен қатар, бас ауруының алдын алатын қасиеті бар. Ит мұрын тұнбасынан шай дайындау үшін 1 ас қасық ит мұрынның жемісіне 1 стақан қайнаған су құйып, 10 минут эмальді ыдыста қақпағын жауып қайнатады. Мұндай шайды 1 күн тұндырып қоюға болады. Содан күніне 1 стақаннан ішеді. Бұл өсімдік С дәруменге бай болғандықтан, оның құрамында адам ағзасына қажетті микроэлементтер көп. Сондықтан да оны жүкті әйелдерге де ішуіне болады. Одан жасалған дәрілер адам ағзасы үшін өте қымбат. Дәрі-дәрмектің орнына алмастыра алады. Ит мұрынның тамырын алып, тазалап жуып қараңғы жерде сақтайды. Сонымен қоса, ит мұрынның тұқымынан ауруды басатын, жараларды жазатын өте қымбат май алуға болады. Оған қоса, бұл жидек сығындысын адамның жүрек талмасынан қорғайды. Жүрегі ауыратын және қан қысымы жоғары адамдар ит мұрын тұнбасын күніне 40 граммнан 6 апта алу керек.
ем болсын. Видеоны және достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісуіңізді сұраймын.